10 ғасырдан 13 ғасырдың басындағы Қазақстанның мәдениеті. 10-12 ғасырлар қалалар санының өсіп, олардың құрылысының аумағының ұлғаюымен ерекшеленді. Осы мезгілде қала мәдениетінің жаңа аудандары қалыптасты. Археологтар бұл кездегі қала орындарын көлеміне қарай 3 топқа бөліп қарастырады. Бірінші топ көлемі 30 гектардан асатын қала орындары. Екінші топ көлемі 10 гектардан 30 гектарға, ал үшінші топ 10 гектарға дейінгі қала орындары болды. Солтүстік шығыс жетісуда 9-13 ғасырлар барысында қала мәдениетінің жаңа ауданы қалыптасты. Егер бұған дейін осы аумақта небәрі 10 ғана қала болса, біз қарастырып отырған кезде олардың саны 70-ке жеткен. Мұндағы қала жұрттары төрткүл үлгісінде, яғни тікбұрыш, трапеция түрінде жоспарланып салынған. Қала қақпалары бар дуалдармен қоршалған. 10-12 ғасырларда қала мәдениеті орталық шығыс Қазақстанда да қалыптаса бастады. Қарастырып отырған кезеңдегі қала құрылысының құрылымында пайда болған жаңа элементтердің бірі мешіттер мен моншалар болды. 10-12 ғасырларда Тараз қаласының су құбырлары, сонымен қатар күйген кірпіштен көпшілік үшін салынған моншасы болған. 11 ғасырда Ясы, яғни Түркістан қаласы, Шауғар округінің орталығы саналған. Мұнда кейін 14 ғасырдың соңында Ахмет Яссауи күмбезі салынып, қала діни орталыққа айналды. Ахмет Яссауи ғимараты орта ғасырлық сәулет өнерінің көрнекті ескерткіші. Ол 12 ғасырда өмір сүрген бүкіл шығысқа аты әйгілі көне түрік ақыны, софизмді уағыздаушы Ахмет Яссауидің яссыдан шыққан деген мағынада бейітінің басына орнатылған. Халық аңыздарында Түркістандағы әулиенің аруағын атақты қолбасшы бүкіл шығысты тітіренткен Ақсақ Темірдің айрықша сыйлап өткені айтылады. Оның әмірімен Ахмет Яссауи қайтыс болғаннан 200 жыл кейін қирап бітуге таянған кішкене ғана мазардың орнына дүниежүзілік сәулет өнерінің белгілі ескерткіші орнатылды. Ахмет Яссауи ескерткіші Орта Азия мен Қазақстандағы біздің заманымызға дейін сақталған ең зәулім күмбезді қыштан соғылған ғимарат. Оның көлденеңі 46,5 метр, ұзындығы 65,5 метр. Әйгілі қола қазан, тай қазан, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің басты көрнектілігі болып табылады. 1935 жылы Кеңес одағы кезінде ол Ресейдегі Эрмитажға алынған. Содан 1989 жылы қыркүйек айына дейін сақталған. Қазанға 3000 литр су сияды. Салмағы 2 тонна, диаметрі 2,45 метр. Арыстанбаб кесенесі 12 ғасырда өмір сүрген белгілі діни мистик Арыстанбаб құрметіне тұрғызылған. Жер асты суының жоғарғы деңгейі салдарынан бүлінген мешіт 1971 жылы қайта салынды. Кешен алғашқы үлгісіне негізделіп қалпына келтірілген, яғни ислам дінінің ғұламасы Арыстанбаб жерленген жерге тұрғызылды. Сырдариядағы ірі қала Сығанақ еді. Қазақстанның солтүстігі мен солтүстік шығысына баратын керуен жолдарының қиылысында орналасқан ол 12 ғасырда Қыпшақ бірлестігінің орталығы болды. Қазір Сығанақтың орнында Сунақ ата жұрты бар. Орта ғасырлық қалалар ірі 3 бөліктен тұрған. Олар Цитадель, Шахристан, Рабат. 10-12 ғасырларда Қазақстан қалаларының дамуында Ұлы Жібек жолының маңызы зор болды. Орта ғасырлық Қазақстанның материалдық мәдениетінің басты бір саласы сәулет құрылыс өнері. Ол кездегі монументалдық архитектуралық құрылыстар қатарына Тараз қаласынан 18 шақырым жердегі Бабаджа Хатун және Айша бибі кесенелері жатады. Мұндай құрылыстар оңтүстік Қазақстан мен Жетісуда, Отырардан, Түркістаннан, Тараз, Ақтөбе, Талғар, тағы басқа қалалардан табылды. Қарастырылып отырған кезеңде қолөнердің бірнеше түрлері дамыды. Олар қыш құмыра, шыны, металл бұйымдарын жасайтын ұсташылдық, зергерлік, тас өңдеу кәсібі еді. Орта ғасырларда сауда, айырбас немесе ақша арқылы жүрді.
Сауданың дамуында Ұлы Жібек жолының рөлі күшті болды. Отырар, Тараз, Яссы, Талғар тағы басқа қалалар орындарында жүргізілген қазба жұмыстары нәтижесінде алтын, күміс, қоладан жасалған теңгелердің табылуы тауар ақша қатынастарының болғандығының дәлелі. Дегенмен, айырбас саудасы басымырақ болған. Қала сыртындағы егін егуге жарамды жерлер игеріле бастады. Қолдан суару жүйесі дамытып, жетілдірілді.